Қайырлы күн көрермендер, бүгін мен сендерге плей-офф сайтына кіріп, қалай турнир құру керектігін көрсетемін. Плей-офф сайтына кіргеннен кейін, мында бірнеше ойындар бар. Сол ойындардың ішінен бір ойынды таңдап, турнир құруға болады. Мысалы, шашканы таңдайық. Шашканы басамыз. Содан кейін жоғарғы жағында 3 сызық бар. Соны басамыз да турнири дегенді таңдаймыз. Астыңғы жағында создать турнириді басамыз. Мында уақыты берілген. Мысалы, пятницаның үстіне басайық. Осыны таңдауға болады уақытын, күнін. Келесі мына сағат таңдауға болады, және де минут. Мысалы 55-ге тур, қанша тур қойғым келеді. Мысалы 4 тур қойайық. Минут, қанша минут? 5 минут қойайық. Секунд, 3 секунд қойайық. Мұнда өзің білесің, қанша уақыт қоятыныңды. Минимальный рейтинг 0 деп тұр. 0 бұл кез келген ойыншы турнирге кіріп қатыса алады деген сөз. Содан кейін окейді басамыз. Міне турнир құрылды. Қарайық. Турнириді басамыз. Міне Нұржан 86 қызыл жазу бар. Яғни бұл басталады деген сөз. Енді осының үстіне басамыз. Содан кейін да деген батырманы басамыз. Сен турнирға кірдің. Негізі турнирде кем дегенде 4 адам болу керек. 2-3 адам болса турнир болмайды. Турнирге кіргеннен кейін ойыннан шығуға болмайды. Ойыннан шығып кетсеңдер, қайтып ойынға кіргізбейді. Турнир құрғаннан кейін 15 минут тіркелу болады. Осы уақыттың ішінде турнирге кіріп тіркелу керек. Егер үлгермесең, ойынға қатыса алмайсың. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.